Так, біздің аулаған балығымыз. Басына чехня и рыбец. Рыбецтердің ең үлкені осы. Біреу, екеу, екі қол шамасында. И чехнялардың үлкені осы. Тоже екі қол шамасында. Бұйырса бәрін тұздаймыз. Так, достар, бүгін сіздерге балықты қалай тұздау керек, соны бір көрсетіп жіберемін. Так, сосын барып табанның түбіне сүйеуіп аламыз осылай. Осылай. Ең бірінші балықты тұздаған кезде мына жерде жабыры дейді, соған саламыз первую очередь. Сосын барып екінші жабырысына саламыз. Осылай. Сосын қалған үстіне сүйеп жібереміз. Бұл қиын ештеңесі жоқ. Сосын екінші жағына қатты көп салудың да қажеті жоқ. Неге десең, аш болып кетеді әйтпесе. Нормально. Осылай біріншісі кетті. Почти болып қалды, соңғысы қалды. Ең үлкен рыбец. Басында айттым сіздерге, бірінші жабырысына саламыз молынан. Үстіне ауыр нәрсе саламыз. Басын қарап жүреміз, үстіне ауыр нәрсе қоямыз. Осылай, мысалы 5 литрлік су деген сияқты. Осылай ауыр нәрсе қоямыз, бір бұрышқа қараңғы жерге, құрақ жерге қойып қоямыз. Шамамен 7-10 күн тұрады осылай. Ішіндегі су, балықтың қаны бәрі бетіне шығу керек. Бүгін шамамен 1 апта болды. Мына груздарды аламыз. Так, мұны тұзы, қаны бәрі шығып болды. Енді қазір жуамыз, сосын ілеміз. Так, балықты жуып алдық. Шамамен 10 күндей өтті. Балықтарым кеуіп қалды уже. Так, мына чехня, қылыш балық деме қазақша, солардың бір жақсы. Бұл тез кебеді. Рыбецтер кішкене ұзақтау. Мысалы мына рыбец әлі жұмсақ болып тұр кішкене. Болды.